104 часть 2 пункт 3 пен қылмыстық іс қозғаймыз деген. Қандай негіз бойынша? Әлеуметтік желіде полициялар менің арызым бойынша жаңағы қарамайды деген соцсетіге шығардыңыз. Сонымен жалған ақпарат тарттыңыз деп Жақой есімді участковой рапорт жазып берді. Сонымен қылмыстық іс қозғаймыз үстіңізден деп келді. Бүгін сол қылмыстық істі біз аннуляция жасадық та, сізге енді әкімшілік хаттама толтырамыз деп. Айттым, кешіріңіздер, тек адвокатпен сөйлесеміз деп сөйтіп қайтуға талаптандым. Бірақ сол жерде криминалист дейді, видеокамерасымен жүгіріп жүрген қасымызда кабинеттен практически шығармай. Айттым, ренжімеңіздер, мен тек адвокатпен сөйлесемін. Адвокатым офистан ертең адвокатпен бірге келеміз. Сол кезде бүкіл жаңағы сұрақтарыңыз бар, қоясыздар, также біздің сұрақтар бар, также біз өзіміздің сұрақтарымыз қоямыз. Өзіміздің позициядан қайтпаймыз. Сондай іс-әрекет болды. Сонымен жіберді. Енді менің қылмыскер емес, мен жібермейтіндей. Менің өзім құқымды пайдаланып, айттым, ренжімеңіздер, кешіріңіздер, мен өзім құқымды пайдаланып, мен адвокатпен тек сөйлесеміз деп талабымды қойдым, сонымен қайттым. Демек, бұл қандай да бір қудалаудың түрі емес пе? Неге? Бәрі енді бұйрық орындаушы ғой. Бұйрық орындаушылар қаңтардың оқиғасы, мен семьям жаңағы кіші қызым қайтыс болды, өткен мынандай жағдай. Енді былтырдан бері осы 2 жыл болды ғой. 2 жылдың ішінде неше түрлі іс-әрекеттер жүріп жатты. Қазір жаңа Facebook бар, Instagram қай жерде ашсаң да бүкіл қазақ елінің жаңағы не дейді? Пікірін, ойын бұзудың амалын жасап жатыр. Шабуыл. Соцсетіде. Шабуыл жасалып жатыр. Одан қала берсе енді полициялар мені арызданам, ол кісіні просто шығарып салады 35 мың теңгеге. Өзіме қылмыстық іс қозғамақшы. Мен өзімді крайне қылып. Сондай іс-әрекеттер, бұның бәрі, конечно, саяси, баға только саяси аясында жасалып жатқан іс-әрекеттер. Кешіріңіз, мен кешіп келдім де жаңа. Айкөркем ісі не болып жатыр сонда? Қазір оглашение болады, сағат 18:30-да. 18:30-ға қалдыр, иә? Қазір кіргізеді ғой оған. Енді негізі заң бойынша кіргізу керек, жабық сот болса да оглашение. Заң бойынша енді білеміз ғой, заң бойынша көп нәрсе болу керек, көп нәрсе болмау керек. Бірақ заң шеңберіне қарап отырған военный сот жоқ отыр ғой. Қазір талабымызды айтамыз, енді талап қалай орындалатынын тағы білмейміз. Кім қандай болып жатыр? Таныстырма сізді? Қанша сұрап отырғанын? Прокурор 7 жыл бас бостандығынан айыру сұрады. Сұрады, иә? Иә. Ол бала мен атқан жоқпын деп қашып жүреді ғой. Енді мен бұйрық берген жоқ, мен атқан жоқпын. Иә. Сондай позицияда отыр. Бірақ видеода бәрі бар, иә, ол дәлел. Бар ғой, енді бостан-босқа соттамайды ғой адам. Енді оның дәлелін бәрін алып келді, өздерінің куәгерлері, өздеріне куә беріп жатыр. Оған енді қалай мен кінәлемесін деп айтады, енді өздері қарайды. Бірақ біздің талабымыз бірақ нәрсе убийство, покушение убийство. Іс қозғалмағаннан наразымыз. Сол позицияда тұрамыз. Рахмет. Міне Айкөркемнің сотына мына жерде белсенділер келіп отыр. Ассаламалейкум. Міне. Желтоқсандық ағаларымыз 6:30 дейді. Сондықтан үлгересіздер. Әлі уақыт бар. Болады, айтыңыз. Қандай? Айналайын енді. Қанша 22 жылдан бастап, янардан бастап бір төрттегі қызды жүрегі ұзағырып қаншама ел мынандай азапты көріп жатыр қайғыдан. Енді естеуімізге болады, айналайын. Бір нәтижесін шығару керек. Бұл болмайды, әке-шешесіне де олай жалғаса беруіне болмайды. Сұмдық қой мынау. Бірде бұлай айтады, бірде бұлай айтады. Енді заң орны адамдары қаталдықпен, тәртіппен тыңдайтын болса, алдағы кешуге болатын нәрсе ғой бұл. Неге 4 жасар қызды сарғындатып атқан деген, ол даже еш заңға лайықсыз да емес, ақылға сыймайды. Бастау керек те, білмей бұл өтірік, анау ғой, мынау ғой, ана мәшін мен емес, мына мәшін мен емес. Сонда қайда ол әділдік қайда дейсің? Әділдіктің әкесін көріп тұрып өздері жоққа шығарады да, соған біз қаяқтан қазақ болады, сосын қазақты жамандайды.
топас қазақтар, нақау қазақтары бұлар ештеңе білмей, елге масқара қылып отыр, бүкіл елге не деген масқара. Қаңтардың несінде олар соғыс ашып, олар жай митингіні ашқан балалар тұғын. Оны апарды дереу атып тастады. Ата бастады Тоқаевтың есі дұрыс па? Қандай болған күнде өзі өліп қалсын сөйірде алатындар мен деп тұратын еркек қой ол. Ал атаның болса халық. Ол өзі жасаған нәрсесі қалай ол? Біз предупреждение стреляды. Енді соған біз әлі жүрміз. Азымыздан қайып анау. Неге? Қызды атап, соған әлі суд. Енді мазақтың нағыз көкесі осы жерде елге масқара болып отырмыз біз, бүкіл елге. Қазақ деген атымызға лайық емес бұндай сұмдық. Ата-бабамыздың қанмен төгіп алған жеріне анасы бір бастық болып, мынасы бір келіп, емденіп ақырында енді жерімізден айырылғысы келіп отыр. Ақшамызды, бағаларымызды теңгемізден айырайын деп отыр қазір Путин келіп алып. Білдіңіз бе, айналайын, бір нәтижесін шығарыңдар, заң орны, военный деген аттықта лайық болыңыздар. Сіздерге біз көп етмейміз енді. Бәрінден аман болайық деп тілейміз. Амандықтың өзі бірігу керек деп айтып жатырмыз. Біріккенде халық бірігіп жатыр ғой. Тыңдап жатқан ешкім жоқ. Қаншама заң айтылып жатыр. Шындықты қан төгіп тұрып айтып жатыр. Жылап еңіреп айтып жатыр. Неге тыңдамайды? Өтірікке апарып айдап бұрмалап тастайды. Ай көркемді енді былай бұрмалау деген әкесі бешара. Анау қазақтың момындығы осы. Бәріне біз көрпіспіз ғой қазақ. Бәріне. Ақырында масқара болып жатырмыз. Бүкіл ел масқара еді. Масқара бұл сөз деген жат ел біз жарылқамайды. Шетел жарылқамайды бізді. Орыстар жарылқамайды бізді. Олар қазақтар топастар, олар қойлар, өрісте жүрген малдар деп соған келдіріп отыр әдейі. Соған намысқа тұртсымыз керек тұғын біз. Мен қаным қайнап кеткен осы, мен қазір көзім көрмей ауырып, 5 ай бойы мен де сол қаңтардың атып атқан жерінде мен де барып, жастардың артынан жабысып, атса мен де атсын деп барғам. Ажалым жоқ, өлген жоқ. Қандай қылайық? Киіп кетеміз, сол өміріміздің бәрін өкінішпен, қайғымен қазақ өліп жатыр. Ана түрмедегі балаларды шығарсын одандағы. Осылай қайта сот бола бере шығарсын. Олар тек отыр. Анау Думан деген жігіт бешара тек кетіп жатыр. Құдай-ау, ол халықтың мінін емес сөзін ғана жазып берді ғой, ол түкте қалған жоқ басқа. Ақылын былай деген жоқ. Ал ана қыз кешегі масқара табылды, назым ше, ойбай-ау. Мына жынды болып кеткен бұлар. Естер дұрыс емес. Сондай мына заманда тыңдаған сөзді басқа жаққа бұрмалап жүргені енді ешті Құдай алдында да күнәһар болып отыр өздері. Болмайды, шырылдатуға болмайды қазақтар. Үндемеген сайын басынып жатыр. Өлімдері қазақтар деп отқан шығар, бүддер бізге қалсын деп. Осы басқа пландары жоқ. Биттай балаларға шейін ат тастағандан әлі соттағы ойбай. Өзіңіз таныстырып өтсеңіз. Қиуаз Рахымбай қызы Сазанбаева. Жасыңызды айта кетіңіз. 72-демін. Мен де көріп, қан жылады, атылып жатыр. Сол күні мен де сояқта болған. Мен содан соққа шейін аурумын. Катаракты көзім қазір егесе қараңғы көрінбейді көзім. Сонда да мен келіп, өзім демді айтайыншы. Өз пікіріме емес, менің жүрегім ауырады, ана кішкентай қызды көрген сайын жылаймыз. Әке шешесінің не болды, қалай, өздерінде бала жоқ па, өздерінде шеше жоқ па? Ой, иттің балары, байды екен. Бұндай еліңе болайын деген заң орны. Соттарыңа болайын. Сәбиге оқ атқан қаныш жерді қарғыс атсын. Енді басқа не айтамыз? Қарғыс атқанда қарғыс Құдай өзі Төлелейді. көріп тұр. Құдай көріп тұр. Құдай өзіңізге де амандықты тілеймін. Қалғаныман болсын елдің. Елім заман болсын екен өзі. Тыныштықпен мынау күнде бір нәрсені жаңшып, ана қағып кетті мәшине, ана өлтіріп кетті. Осыдан басқақты өстімейміз. Неге қаға береді бұл мәшине? Адамның өмір сондай құнсыз болды. Басса қылыр өлтіріп жатыр. Зорлап жатыр, ана қыз зорлап жатыр.
осындай мына сұмдық қой мынау енді мынау еліміздің не істеді бұлар а жұмбақ салып жатыр ма иә қайнайды қаның мына ашиды жаным деп мінездерін көргенде де бар абай атамыз айтқандай не деген масқара сөзім жоқ енді анау ұялмай отырып бастықпын деп Тоқаев пен Назарбаевтың істеген істері осының барлығы балық басынан шіріп жіберді қатты. Как будет? Шерстно. Нет. Пойдем уже, приговор нужен. Да, я с удовольствием пойдем. Нет, они сами просто Если они могут просто стоят. Шығатыр шына, журналистік күтіп тұру бәрі. Жоқ енді мен кіммін? Приговор нужен, они твои родственники. Мен сіз журналист екенімді айтып түсіндім. Аны судебный процесс закрытый болады. 37 жыл қайталанып келіп жатыр ма дейді. Иә, міне. 37 Жоқ, мен емес, адамдар жазып жатыр. Мына кісі кім дейді? Бұл кісі жаңа арнайы жасақ дейді. Жаңа ұлттық қауіпсіздік комитетінен мен сұрадым. Міне. Әділетті болса екен дейді. Енді бәріміз де сол үшін келіп тұрмыз. Судья келе жатыр. Құрметті сот, қандай шешім шығардыңыздар? Ешқандай жауап. Не деді, иә? Оправдали его? Да? Йо. Крайних нету. Масқара, міне, Қазақстандағы сот. Убийцу оправдали. Слов нет. Иә. Айтыңыз есіне. Иә. Оправдали его. Ақтап шығып кетті. Сөзім жоқ, одни эмоции. Убийцаларды оправдали. Болды. Жауапкершілікке тартылған жоқ. 15 күн ішінде жаңағы арыз шағымды жазып алсын деп жіберді. Болды. 119 баппен уголовный істі менің үстімнен қозғаңдар, правоохранительный органға барыңдар деп хаттамасын қалдырды.